Бүгін таң атпай Әділетхан деген бауырымыздың ұсталған жайлы естідім. Қазіргі таңда ол ЮЭСте жатыр екен. Жалпы енді Әділетханды мен тікелей танымасам да біраз тақырыпты қозғап жүрген жігіт. Соңғы кезде мына аварияға қатысты, Әл-Фарабидің бойындағы бір аварияға қатысты әңгіме қозғаған. Менің ойымша сол бойынша ұстады ма деп өзім күдіктенемін. Мүмкін 274-ші баппен ұстады ма екен, жалған ақпарат тарату деген бап бар сондай. Табам десе табады ғой біздікілер, қысқасы. Енді Әділетханның шығуын біз де талап етеміз. Жақсы жігіт. Мысалға Санжар Боқаев деп жатсыздар ғой. Санжарды білмеймін, бірақ мен Әділетханға деген көзқарасым басқаша. Құрметтеймін. Енді босатылып шығады деп үміттенейік бәріміз. Қайырлы күн қазақ елі. Қазақтың мұң-мұңдап, жырын-жырлап жүрген, ақиқатты айқындап жүрген Әділетхан бауырымыз қамауға алыныпты. Оған тағылып жатқан айып Қылмыстық кодекстің 174-ші бабы немесе ұлттық алауыздықты қоздыру деп, екіншісі енді жалған ақпарат тарату дейді. Мен түсінбеймін. Мына қазақ үшін кез келген ұлттар келеміз деп аузына келгенін айтады. Ал біз бір ауыз бір ләм десек ұлттық алауызды қоздырған болып келе қалады екенбіз да. Өз Қазақстанда өз қазағымыз жетім болып жүргені шынымен өкінішті. Әділетхан бауырымызды барынша қолдайық ағайындар. Әділетхан бауырымызды ақтап алуға тырысайық. Әділетхан бауырымыз осы елдің проблемасын қозғап жүргенде комментария жазамыз ғой, давай, молодец, ой, молодецсің, жігітсің деп. Тек қана комментарияда диван батыр болып қолдамай, іс жүзінде де қолдайық Әділетхан бауырымызға. Әділетхан бауырымызға бостандық. Қайырлы таң қазақ елі. Кешеден бері бәріміздің көңілімізді түсірген Әділетханға қатысты көп адамдар маған да шығып жатыр. Мені де уайымдап жатыр. Барлықтарыңызға рахмет. Қандай баппен қамалды, ұсталды деген сұрақтар жаудырылып жатыр. Десе де маған бүгінгі белгілі болғаны Әділетхан тағылып отырған айып Қылмыстық кодекстің 174-ші, яғни ұлт-араздықты тудыру және 274-ші бап екен. Яғни ол көрінеу жалған ақпарат тарату дейді. Біріншісі бойынша мен көп нәрсе айта алмаймын. Ал екіншісі бойынша менің пайымдауымша өздеріңіз білетін жол-көлік оқиғасына қатысты біраз адамдардың атын атаған Әділетхан. Солардың біреуі арыз түсіріп, осы бап бойынша іс қозғалды ма деген болжам бар. Маған белгілі ақпарат тек осы. Қазір Әділетханның қасында жүрген бауырлары және адвокаттары осы іспен түбегейлі айналысып жатыр. Көп азаматтар алаңдаушылық білдіріп жатыр. Сондықтан мүмкіндігінше ақпарат болып жатса, мен бөлісуге дайынмын. Аман болыңыздар. Президентке жасағымыз келіп отыр. Құрметті достар, бүгін Әл-Фараби бойындағы жол көлік оқиғасына қатысты материалдармен танысу үшін біз жәбірленушінің өкілдері басымызды осы жерде біріктіріп, кіріп шықтық. Дайын болған сараптамалардың қорытындыларын алдық және де екі сараптамаға тағайындалған туралы қаулылардың көшірмесін алдық. Іс сараптамалардың қорытындысы келгеннен кейін сотқа жолданатын болады. Бізді қолдап отырыңыздар. Міне қазір жәбірленушінің барлық өкілдері осы жерде бас біріктіріп, бірлесе отырып жұмыс жасайтын болып шешті. Органом досудебного расследования на сегодняшний день исполняется статья 24 Уголовно-процессуального кодекса, то есть обеспечивается полнота, всесторонность по данному уголовному делу. На сегодняшний день назначены ряд экспертиз. По итогам окончания и получения заключения данных экспертиз уже, наверное, будет принято решение на направление уголовного дела. Достар, бірлесе отырып жұмыс жасайтын болдық. Жүргізушінің Масанкиде көлік басқарғандығы барлығы анықталды. Подложен госномерлігінде анықталды. Басқа да ақпараттарды қосып жіберетін боламыз, бірақ тергеудің нелерін айта алмаймыз толық құжаттар бойынша. Бізді қолдап жүріңіздер, сау саламат болыңыздар, аман. Бұл істі сіздер назардан тыс қалдырмаңыздар. Біз осы істің аясында Конституцияның 61 бабына сәйкес президентке және парламент депутаттарына үндеу жасағымыз келіп отыр. Себебі мұндай масан күйінде рөлге отырған, оны абайсызда деп саралануға келмейді деп санаймын. Болашақта осындай жол көлік оқиғалар орын алмас үшін бізді қолдаңыздар. Аталған бапқа өзгеріс енгізуге бәріміз күш салайық. Рахмет. Енді біреудің жай ғана контент үшін, біреудің видеосы үшін осындай әрекетке барып,
осындай жазаға тап болып отырғаныңызға өкінесіз бе? Өкінем, шын жүрегімнен өкінем. Бұл өкіметтен де кешірім сұраймын. Мен жалдамалы болып Камракулов Ахридиннің бұйрығымен істедім. Қанша теңге алдыңыз? 15 мың теңге алған, сол бір сағатқа 15 мың теңге алғаннан кейін мен оны ақысын төлегеннен кейін ақыға келісіп, оны бұл заңсыз екен білмедім. Бастығым жері, бастығым магазин соғама білмеймін ғой, оның талдар мешайт етіп жатыр дегенде сол бұйрығымен орындадым. Құрметті достар, қазір біз Алматы қаласы полиция департаментінің алдында тұрмыз. Қазір түнгі сағат 11-ге 15 минут уақыт қалды. Қазіргі таңда Молдахан Әділетхан, яғни біздің досымыз, бауырымыз, өткенде Әл-Фарабидегі іс бойынша резонанс тудырған қаншама мемлекетке пайдасын тигізетін қауіпті істерге өзінің басын сұғып, қанша жаңалықтарды ашып халықтың құқықтық сауаттылығын арттырып жүрген бауырымызды қазіргі таңда заңсыз түрде қамауға алып, оған адвокаттарын кіргізбей, ешқандай түсініктеме бермей және астыға ешқандай адамды түсірмей, адвокат болып келіп тұрғанымызды, куәлігімізді көрсетсек те бізді оның қорғау құқығын шектей отырып, ешқалай алдына кіргізуде емес. Осындай бассыздыққа жол бермеу үшін құрметті Қазақстан халқы, сіздерден максималды түрде қолдау күтеміз. Қазіргі таңда біз барынша осы мекемеге кіруге және оның заңды құқықтарын қорғауға өз бар күшімізді саламыз. Әл-Фарабидің бойында болған ДТП 3 адам қайтыс болған. Сол жай әшен дөңгелек жарылды или встречка шығып кетті дейсің ба? Жоқ, олай емес. Олар 5 машина, золотая молодежь, чиновниктің балалары да наказать етілмейтін. Солардың балалары жарысап, подложный госномер, біреусің госномер жоқ. Двойной сплошнойды у Афанасьевичадан қияды да прямой на север по достық түседі. Восток по Аль-Фараби разворот и достықта ДТП. Опрокид 250 мен встречкаға шығып кетеді да достықтан. Не справился с рулем управлением емес. Қарсыға атқан Мерседес отты и дальше Фурмановдағы кармашка жаққа қарай ұшып кетеді. Сен қанша метр ұшқан есептейтін болсаң, ана зикірдіңше, датаға тоқтаймаған тонна. И любой адам солай өліп кетуі мүмкін да Алматыда. Мен өзім көлігін басқарып келатып, или сіз сөйтіп келе жатып өліп кетуіңіз мүмкін. Сол золотая молодежьдің солардың тірлігі үшін да. И сол жарысқан 5 көліктің ішінде департамент полицияның заместительдері соның көлігі служебный автомашинасы жүр да. Бір күнде 1 миллион теңге штрафқа түседі. И оның скоростын көретін болсаң, сен штрафқа түскен. И подложный госномермен жүр да, смело. Сендер сәл қарасаңдар. Департамент полицияның замы қайсы? 102 деген. 102-ның водителі. Ол білген істеп жүр. Выходной күні, 21 күні машина негізі автохозяйствода тұру керек. Сен оны для личного пользования. Хоть қандай рапорт жазып қойсаң да, для личного пользования түнде бір жақта бар бухать етуге, басқа алуға или двойной сплошнойды қиып, итіп жүруге сен никакое право не имеешь. И оны кім жаңағы инспекторлер басқа біреулер тоқтаталады дейсің, жоқ, тоқтатамайды да. Ондай полицайттарды Алматыда тоқтатамайды. Бұл администрация президенттан или министр МВД-дің прямой назары болу керек та бұл жерде. Мынау жай ғана бір күнгі штрафын қараш. 1 миллион шығады анам бір күнгі штрафтары. Басқа күнгі штрафтарын айтпай-ақ қойын. Не установлен дейді, сен қорғау, сергек, тоқтату керек, басқа дегендерің бар ма? Төлесін. Департамент полиция төлесін. Или жаңағы 102 ма? Водитель, максимум водитель увольнять етіп жүре ма? Жоқ, ол жақта мынандай әңгіме мен сіздерге айтып берем. Спецбатальон трассада кетіп баратады, осындай тонированный машинаны, жаңағы зикірді, басқаны көрген кезде спецбатальон балалар қашады. Потому что басқа гражданский машина фотоға түсіріп, ананы тоқтат, басқа демес үшін. Гаишник, жаңағыдай ДПС қойынды, службада жүрген адамдар заңды қорғап, мысалы заңға қызмет етеміз деп айтады ғой. Солар жаңағыдай көліктерден қашады, понимаешь? Неге? Потому что тоқтатады, безнаказанность. Звондайды кімге? 102. Мен осы видеоны қазір TikTokқа салсам, президент қарай ма екен осы президент? Мен енді айтқым келеді, маған деген налог келіп бір. Менге Nexia ғой. Бір крутой машина емес, біреудің бір шерігі алған. Мен мысалы жұмыстан кейін таксовать етем сағат 6-ларда таксовать етем, содан 12 шейін 6 сағат жүрем мысалы. Қазір таксидің өзі ценасы түсіп кетті мысалы. Өзім былай жеткізе алмай жүргенде алтта налог 40.692 теңге келіп тұр ғой қазір. Оның алдында 1700 бір бәле теңге келіп тұр.
енді деген оны төлеп тастадым ғой сразу. Каспийден келіп тұрғасын. Сол сияқты келу керек қой, мана 9000 қанша мысалы бірде алды объем. Сондай келу керек қой. Ал ондай ештеңе келген жоқ. Сразу мына алтыда 40.692 теңге деп бүгін 30 күні келіп тұр солай Каспийге. Неге солай келмейді мысалы? Сразу төлеп тастайтын едім ғой. Халықтың ақшасына қарап қалмады, ата сондай Қазақстан қайшы болып қалдық па? Халықтың ақшасына қарайтын. Квартира жалдаймын мысалы 80 мыңға. 250 мың теңге мысалы айлық жетпейді. Сол үшін таксовать етеміз. Квартира жалдаймын 80 мыңға. Кредит бар. Кредиттің өзі 160 мың менде. Кәмбі бөлек төлейтін. 160 мың кредитке кетеді. 80 мың манаға неге кетеді? Сонда ары қарай есептей бер. Анда-санда штраф алып қаласың. Не бар? Машинаның май суы бар, бензині бар, несі бар ал. Оның бәріне ақша кетіп қалды, сонда ол 250 мың жетпейді ғой. Енді 40 мыңды мен түсінбедім, кішкене қысқарту керек. Осы мына видеомда Қасым-Жомарт Кемелұлы президентіміз қараса, осы бір дұрыс заң шығарса екен. Ато қайшы болып кеттік қой. Не айтарым білмей отырмын, мен ішіне керек бар ғой. Сол енді айтарым, басқа білмеймін, айтатын ештеңе жоқ. Соны кішкене не істеген кезде, мысалы, налогты кішкене манағыдай алдын ала жіберіп қою керек қой. Төлеп тастаймыз ғой сол кезде. Мысалы, 9000 теңге ма, 10 000 теңге ма келіп тұрса, әйтеуір көреміз де сразу төлеп тастаймыз ғой. Біз оны білмейміз ғой, қанша теңге несе келіп тұратын.